Дәл бүгін шотыңызға ақша түссін десеңіз, онда осы видеоны 1 минутын қалдырмай соңына дейін қарауға кеңес беремін. Себебі мен шынымен жұмыс істейтін инструмент беретін боламын. Өйткені мен өзім оны жасап көрдім және осы практика арқылы шын мәнінде көп нәрсеге қол жеткізуге болатынына көз жеткіздім. Неге видеоны соңына дейін қарау керек? Яғни сіз нақты қазір бірден соңын көрсеңіз, онда сіз мүлде түсінбей қаласыз. Өйткені барлығы поэтапно айтылатын болады. Сонымен бастайық. Осы соңғы кездері өмірімде өте көп мықты өзгерістер болып жатыр. Оның бірден бір себебі менің көп оқуым мен дамуымның арқасында. Сол себептен де мен осы YouTube каналыма бар біліміммен бөлісемін деген мақсат қойған болатым. Сондықтан да сол мақсатыма жаймен келе жатырмын. Жалпы мен бұл ақпараттармен көбінесе ақылы консультацияда бөлісіп жатам, дегенмен де осы YouTube каналымда да біраз ақпараттар беру керек деген бір іштей сезім пайда болды. Сондықтан да егер де менің каналым сіздерге шынымен ұнайтын болса, онда каналыма жазылып, лайк басып, комментарий тастап кетсеңіздер болады. Неге бұл маңызды? Өйткені бізде өмірде алу беру заңы бар. Егер де сізге біреу өте пайдалы ақпарат беріп жатса, өзінің уақытын бөліп жатса тегін, онда міндетті түрде алғыс көзі ретінде сол адамға комментарий, лайк немесе подпискаға жазылып кетсеңіздер болады. Енді қараңыздар, мысалға, жалпы бүгінгі сонымен қатар білім сізге шынымен мықты әсер беру үшін комментарияға бір-бірімізге жақсы сөздер айтып үйренейік. Өйткені бұл жердің энергиясы өте мықты болады сол кезде. Мысалға, осы білім берекелі болсын, немесе осы білімді естіген күннен бастап менің өмірімде көп мықты өзгерістер болсын, немесе осы сөздер менің өмірімді жақсы жаққа итермелейді деген сияқты сөздерді жазу арқылы біз бір-бірімізге жақсылық тілейміз. Тем более қараңыздар, сіздер бұны қағазға жазып алсаңыздар, ол бір күні жоғалып кетеді, ескіріп кетеді, қай жерде тастап кеткеніңізді білмей қаласыз. Ал YouTube канал ол мәңгіге қалады. YouTube каналдың өзіне 20 жылдан асып кетті. Сол себептен де әрі қарай да бұл канал әлі қанша жыл қызмет етеді әлемге. Сондықтан да сіздің аффирмацияңыз сізге ғана емес, сіздің болашақ балаларыңызға немесе немерелеріңізге, одан туған балаларға, шөбере, немере бәріне неменеге дейін қалатын деңгейде болады. Сол себептен де сіз бұл жерде бір жақсы сөз жазу арқылы өзіңізге, бүкіл ұрпағыңызға тамаша ниет, тамаша бақыт, тамаша аффирмация тастап кететін боласыздар. Ал мен бастайын. Егер каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандар болса, есімім Адияр Албай, каналыма қош келіпсіздер. Мені үнемі қарап жүретін оқырмандарыма да үлкен рахмет. Бүгінгі тақырыпты сонымен бастайық, біраз ұзап кеткен сияқты. Негізі тақырыптың аты қатты ақша керек болып тұрса, қатты ақша керек болып тұрса, немесе картаңызға, шотыңызға бір күнде ақша түссін десеңіз, онда не істеу керек? Ең әуелі оған сену керек. Менің айтып жатқан біліміме сену керек. Егер де іштей бір сынау болса, немесе осы қыз не айтар екен, немесе ол мүмкін емес деген нәрселер болса, әрине ол орындалмайды. Енді қараңыздар, жалпы ең бірінші нәрсе ол ниет. Кез келген адам бір нәрсеге ниет білдірген кезде, Алла тағала жалпы ғалам оны беруге әрдайым дайын тұрады. Ал егер адам оған дайын болмаса, ол миллиондаған практика жасаса да, қанша техника жасаса да, ол келмейді. Неге? Өйткені оған ақша келсе, ол слишком страшно. Оның астарында көп қорқыныштар бар, оның астарында көп үлкен жауапкершілік бар. Сондықтан көп адамдарда осындай қарапайым техникалар жұмыс істемей жатады. Хорошо, неге ондай нәрселер жұмыс жасамайды? Неге кейде біздің айтылған ниеттеріміз, аффирмацияларымыз жұмыс жасамайды? Оны мен қазір осы ақпараттан кейін видеоның соңына қарай барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Ал қазір қағаз бен ручка алып алыңыздар да жазып алыңыздар. Не деп жазу керек және қалай ниет білдіру керек. Бұл жердегі соманы өздеріңіз таңдай аласыздар, яғни дәл бүгін қандай соманың картаңызға түскенін қалайсыз, немесе шотыңызға, немесе біреу сізге қанша теңге бергенін қалайсыз. Яғни мен жаңағы техникаға 200 000 теңге деп жаздым, себебі менің оқырмандарының арасында статистика бойынша шамалап, енді консультация өткізу барысында сондай бір аналитика жасадым, шамалап 300 000 мен
500 мыңның арасында ақша табатын адамдар екен, және одан да жоғарылары бар, бірақ олардың саны аздау, бірақ бар, тіпті 20 миллион теңге табатын да оқырмандарым бар екен. Енді қараңыздар, біз ең бірінші Алла тағалаға ниет білдіреміз, мен мысалға 200 мың теңге, мен дәл бүгін 200 мың теңге тапқым келеді. Осы сөзді жазыңыз. Одан кейін барып, мына фразаны қайталаймыз. Яғни біз бүгін сіздермен ақшамен достасуды үйренетін боламыз. Бәрі нақты болу үшін поток келген кезде жазып алған едім, сондықтан оқып берейін. Құрметті ақша, мен сені өте қатты сағынып кеттім. Сенің келгеніңді өте қатты қалаймын, күтудемін. Дәл бүгін картама 200 мың түсетініне сенемін. Қалай келетінін білмеймін, бірақ жақсылығымен келетінін білемін. Мен сенімен дос болуға дайынмын. Кел, ренжітпеймін. Сені сыйлаймын, жақсы көремін, аялаймын. Әлемде ақша өте көп. Ол барлығына жетеді, әсіресе маған. Енді қараңыздар, осы фразаны асықпай бір-екі рет пауза қойып жазып алыңыздар, сосын бір күн бақылап көріңіздер. Бұл техника сізге жұмыс жасай ма, жұмыс жасамай ма? Бірақ маған бұл техника жұмыс жасап жатыр, және өзім көз жеткіздім. Енді бұған әсер ететін тағы да екінші фактор бар. Осы туралы айтайық. Неге кейбір адамдарда аффирмация жұмыс жасайды, кейбір адамдарда жұмыс жасамайды? Неге кейбір адамдарға ақша өте тез келеді, оңай келеді, а кейбіреулерге өте қиын келеді, Неге кейде адам бір нәрсені айта салса, оған керек адамдар кезігеді? Бұған негізі өте маңызды, шамалап 4-5 фактор әсер етеді. Солардың барлығын тізіп айтып өтейік. Ең бірінші фактор сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз қандай? Яғни бұл жерде осы айтылған жаңағы фразалардан өздеріңіз байқайтын шығарсыздар, біз сол фраза арқылы ақшаны өзімізге шақыртуға, онымен дос болуға атсалысып жатырмыз, бірақ сіздің қазіргі қарым-қатынасыңыз қандай? Сіз оларды жақсы көресіз ба? Или сіз ақшадан қорқасыз ба? Әлде көп ақша келсе, сіз оны меңгере алмай қаласыз ба? Яғни оның өте көп блоктары бар, өте көп қорқыныштары бар. Ең әуелі адамдарға соны анықтап алу керек. Яғни егер сіз бір күн жаңағы фразаны айтып, мысалы 1-2 рет, мысалы таңертең, түсте, кешке жатар алды жасадыңыз, бірақ сізге картаңызға ақша түспеді, сіз ешқандай табысқа шыға алмадыңыз, немесе сізге ешқандай мүмкіндіктер келмеді, онда сізде осы 5 фактормен жұмыс жасау керек. Яғни біріншісі ол ақшамен қарым-қатынас. Енді бұл жердегі ең маңызды нәрсе, сіз олар туралы не ойлайсыз? Осы сұрақты өзіңізге қойып көріңіз. Ақша деген сөзді жалпы айтқан кезде сізде ең әуелі қандай ой келеді? Осыны қағазға жазып алыңыз. Ол негатив ой ма, әлде позитив ой ма? Және мысалға өзіңіз қанша теңге тапқыңыз келеді, сол цифраны айтыңыз да, сезіміңізді естіп көріңіз. Сізде қазір іште не болып жатыр? Осы сезіміңізді ұстай алған кезде, сіз шын мәнінде ақшамен қарым-қатынасыңыздың қандай екенін анықтай аласыз. Бұл өте маңызды. Және сол арқылы шыққан блоктарыңыз арқылы жұмыс істеп, ары қарай ақшаның өмірге тартылуына әрекеттер жасай бастайсыз. Негізі адамның бойында кішкентай кезінен бастап көптеген ақшаға қатысты блоктар пайда болады. Енді осы блоктарды анықтау үшін кейде біздің өз күшіміз жетпей жатады. Әсіресе психологиялық біліміміз жоқ болса, ақша туралы біз зерттемесек, ол туралы ештеңе білмесек, жалпы бұны бірінші рет естіп тұрсақ, ақшамен қарым-қатынасым қандай деген сұрақтың өзі кейде көп адамдарды тығырыққа тығып тастайды. Оны даже түсінбейтін, ол ақпаратты естімеген адамдар да бар. Оны консультация барысында көп кезігіп жатамын. Енді қараңыздар, ақшаға қалай сұрақты дұрыс қою керек, ақшамен қалай дос болу керек, және қалай өзіміздің өмірімізге осындай техникалардың жұмыс істеуіне, және сонымен қатар енді көбісі айтып жатады ғой, жаңағыдай тек сөзбен айтқаннан ештеңе жұмыс істемейді, үнемі еңбек ету керек. Әрине ол дұрыс, бірақ сол еңбекті жасау үшін
бізге өмірімізге жақсы жұмыс тартылу үшін, жақсы мүмкіндіктер тартылу үшін біздің миымыз хаостан арылып, осындай жақсы нәрселерге сеніп, позитив нәрсені көп ойлаған кезде, жақсылыққа көп сенген кезде, жұмыс таба алмай жүрсеңіз, жұмыс табылады. Егер де жұмыстан шаршап жүрсеңіз, өзіңізге күшті идея келеді, сол ақшаны табатын. Яғни ойлаңызшы, мысалға сіз, бұл жерде мынандай ғажап нәрсе жоқ. Мысалға мен ойладым, картама түсе салды. Оған көп факторлар әрине әсер етеді. Қараңыздар. Мысалға, егер де мен тыныштықта медитация жасап отырғанда маған бір күшті идея келді, мен ол идеяны жасадым, и маған сол күні картама мысалы 200 000 теңге түсті. То есть мен бұл жерге жаңа неден басқа, магиядан басқа, ғажаптан басқа, мен сонымен қатар бұл жерге логика қосам. Екеуі қатар жүрген кезде бұл өте жақсы жұмыс жасайды. Өйткені қараңыздар, мен YouTube каналымды жүргізіп жатқаныма 5 жыл болды. Оның соңғы 2-3 жылы ғана маған жақсы өзгерістер өміріме әкеле бастады. Мен ұзақ 3 жыл жай ғана өзімнің қызығушылығым үшін ғана істеп жүрдім. Бірақ осы соңғы 1 жылда мен шынымды айтайын, жақсы YouTube арқылы жақсы табыс таба бастым. Өзімнің эксперт екенімді көрсету арқылы, клиенттер көбінесе YouTube каналымнан келеді. Енді қараңыздар, менде мысалы медитация жасаған кезде маған бір идея келді. Мысалы кітабыма қатысты, медитацияма қатысты, консультацияма қатысты, или бір офлайн сабаққа, и мен соны жарияладым. И маған сразу клиенттер келеді, и маған ақша түседі. То есть бұл тоже логика, бұл тоже еңбек. Сондықтан да бізге мынандай ғажап нәрселерден бөлек, аффирмациялардан бөлек, осындай екінші бөлікте керек болады. Енді қараңыздар, ақшамен жұмыс жасау үшін, енді мен ақша тақырыбын зерттеп жүргеніне 1 жылдан асты. Оның алдында жалпы психологияны зерттеп жүргем. Және осы арқылы мен шын мәнінде ақшамен қалай дос болу керек дегенді түсіндім нақты. Онымен қалай сөйлесу керек, онымен қалай контактқа шығу керек, және өмірімізге қалай тарту керек. Мен соған қатысты ақша деген медитация жасадым. Бұл жаңа медитация. Менде авторлық өзімнің бірнеше медитациям бар. Енді осы ақша медитациясы сол қатарға тағы да қосылды. Егер де сіз менің бұрыннан оқып жүрген оқырманым болсаңыз да, жаңадан келген оқырманым болсаңыз да, бұл сіз үшін жаңа медитация. Ол жерде кәдімгідей көптеген техникалар айтылады, фразалар айтылады, сөздер айтылады, қалай дұрыс сөйлеу керек, және қалай дұрыс өмірімізге ақша тарту керек, және қалай бастағы хаостан арылу керек, қалай идея келеді, жалпы медитацияны қалай жасау керек, өте құнды көптеген ақпараттар айтылады. Бағасы бар жоғы 3000 теңге, яғни қол жетімді етіп жасадым. Менің барлық медитацияларым 3000 теңге тұрады. Доступ біраз айға беріледі. Сондықтан да уайымдамаңыздар, біраз жасап үлгересіздер. Сондықтан егер қызық болса, осы WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Қыздар сіздерге міндетті түрде қалай сатып алу керек, және қалай медитациямен жұмыс істеу керек, соның барлығын түсіндіріп айтатын болады. Екінші өте маңызды фактор ол энергия. Егер адамда энергия, яғни күш-қуат болмаса, оған еш уақытта ақша келмейді. Ол қанша осындай техникалар жасаса да, аффирмациялар айтса да, қанша тырысса да, егер де ода энергия жоқ болса, күш жоқ болса, ол өзінің күшін болмайтын нәрселерге құртатын болса, яғни өсекке, біреуді айтуға, немесе жұмыста біреуді жамандауға, немесе өмірдің тек негатив жағдарын байқауға, үнемі ата-анасына реніші көп болса, бір бойында ризашылық болмаса, онда еш уақытта ода энергия көп болмайды. Энергияны біреуге емес өзімізге жұмсау керек. Ол өте құнды ресурс. Сондықтан да ең мықты валюта ол осы энергия деп айтып жатады ғой. Сондықтан да егер сіз өзіңіздің дамуыңызға, өсуіңізге, біреуге көмектесуге, біреуге бір білім беруге, жұмысыңызда тіпті сіз бір қарапайым бір жұмыста істесеңіз де, сол жерде біреуге қызмет етуге, бүгін барынша жақсы жағынан көрінуге атсалыспасаңыз, онда сіздің энергияңыз дұрыс жұмыс жасамайтын болады. Яғни менің осы жақында энергия, адам бойында 7 энергия бар дедім, чакра. Соның әр қайсы біреу денсаулыққа, біреу ақшаға, біреу бақытқа, әртүрлі нәрсеге жауап береді. Сондықтан да мен ақшаға манипура чакрасы, яғни қателеспесем 4-ші энергия жауап береді. Сондықтан да осы видео туралы көбірек ақпарат алғыларыңыз келсе, менің мына видеомды қарасаңыздар болады. Ақша потогын бір күнде ашу деген, қателеспесем. Соның ішінде осы энергия туралы айтылды, және онымен қалай жұмыс жасау керек, манипура чакрасын қалай ашу керек, мен сол туралы айтқан болатым. Сондықтан да міндетті түрде сол видеоны қарасаңыздар, энергияның маңыздылығы туралы түсінетін боласыз. Енді қараңыздар, мысалы сіз осы техниканы жаңағы мен айтқан,
айтып жатып сізде күш қуат болмаса, ішіңіз ашу ызаға толып тұрса, сіз үнемі біреуге ренжіп жүрсеңіз, онда ол сізге жұмыс жасамайды. Мен сіздерге бірден айтайын. Көбісі айтып жатады, ертегі айтпаңыз, бұл не деген сияқты бір комментариялар оқып жатам, бірақ бұның құндылығы неде? Мен қарапайым нәрселер арқылы халыққа шын мәнінде оның қай кезде ғана жұмыс істейтінін түсіндіргім келеді. Үшінші маңызды фактор ол ата-бабаларымыздан келе жатқан негатив программалар. Бұл осы айтылып жатқан факторлардың ішіндегі ең маңыздысы деуге болады. Неге мен бұндай ақпараттарды көбіне соңына таман айтамын? Себебі шын мәнінде адам тегін нәрсенің құндылығын ескере отырып соңына дейін қараса, онда көп нәрсеге қол жеткізетін болады. Неге? Өйткені қараңыздар, біз туылмастан бұрын біздің ата-анамыз, олардың ата-аналары, оның ата-анасы, яғни біздің прадедушкалар бар ғой, ата-апаларымыз, олардың өмірі қандай болды, олар қандай заманда өмір сүрді. Байқайсыздар ма, мысалға бізде ата-апаларымыз қиын заманда өмір сүрген, мысалы соғыс заманы, одан кейін тағы да ашаршылық, одан кейін жаңағыдай тәуелсіздік алғанға дейінгі әртүрлі жағдайлар болды ғой Қазақстанда. Сондықтан да біздің апа-аталарымыздың қанында өмір қиын, ақша қиын келеді. Бұл өмірде жақсылыққа жету үшін көп еңбектену керек деген сияқты негатив программалар көп. Олардың барлығы бізге ДНК арқылы өткен. Өйткені байқайсыздар ма, қазір Аллаға шүкір, осы психологияның келгеніне қатысты қазіргі кезде өзгерістер өте көп, әйелдер де дамып жатыр, балалар да дамып жатыр. Қазір саналы адамдардың саны көбейіп жатыр, Ал қазір біздің ата-анамызды, оның ата-анасын, яғни апа-әжемізді қарасаңыздар, оларда кішкене программа ескілеу, басқаша, Дегенмен де біздің жасымыздың арасында, тіпті қазір бізден кейінгі жас келе жатқан қыз-жігіттердің де арасында осындай программамен өмір сүріп жатқан адамдар көп. Және бұл программамен қалай жұмыс жасау керек? Және ата-бабаларымыздан бойында қалған қорқыныштар біздің бойымыздан қалай алып тастау керек? Бұны мен тек қана консультация уақытында айта аламын, өйткені әр адаммен жеке индивидуально жұмыс істейсіз ғой. Өйткені бәріміз де бір апа, бір ата емес қой. Әр ұлттың, әр отбасының өзінің тарихы бар. Менің апамның өз тарихы бар, оның апасының өз тарихы бар, Ода өмірде бір қиыншылықтар болған шығар. Немесе болады, атамыз мысалға бай болды да, бір кезде жаңағы бір ашаршылыққа ұшырады, ақшасын жоғалтып алды. Соны да оның бойында қандай ақпарат пайда болады? Ақша бақыт алып келмейді екен, ол ұзаққа қалмайды екен, бір күн жоқ болып кетеді екен сияқты нәрселер болған кезде, одан кейінгі туылған ұрпақтарында бұл ұзаққа сақталып қалады екен миында. Сондықтан да бізге осындай техникалардың жұмыс істемеуі, аффирмациялардың жұмыс істемеуі, ақшаның бізге келуінің қиын болуының себебі сода болып жатады. Сондықтан да сіз офлайн немесе онлайн консультация келсеңіз болады. Мен өзім жеке өткіземін. Әртүрлі техникалармен жұмыс істеу арқылы, диагностика жүргізу арқылы, сіздермен сурет салу арқылы, және сол ата-бабамыздың бойымыздағы осы қорқыныштардың арылуға қатысты көптеген жұмыс жасалады. Тоже WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Қыздар сіздерге бағаларын, қай күнге жазылуға болады, қалай жазылуға болады, сол туралы түсіндіріп айтатын болады. Және төртінші фактор ол қорқыныштар, Сіздер білесіздер, мысалға адам мысалы медитация жасады, аффирмация айтты, ал енді міне жасайым деп әрекетке өткен кезде ода сразу бірден жаңағыдай қорқыныш факторы пайда болады да. Типа, сен вдруг ақшаны жоғалтып аласың, бұл сенің соңғы ақшаң, немесе бала-шағаң бар ғой, немесе қой ол өтірік деген сияқты ми бізді алдай бастайды да. Сондықтан да мен қыздарға үнемі айтамын, бір нәрсе жасауға әрекет жасаған кезде бірінші медитация жасаңыз, ішіңізді тыныштандырыңыз, сосын миды емес жүректі тыңдаңыз. Өйткені мида маманың қорқыныштары, папаның қорқыныштары, ата-бабаларымыздың қорқыныштары, мемлекеттің, құрбымыздың, таныстарымыздың, әйтеуір көптеген миллиондаған адамдардың қорқыныштары болады. Өйткені неге? Өйткені біз сыртқы факторларға көп мән берген кезде ол көбінесе ақпарат миға барады да, логикаға қосылып кетеді. Ал біздегі басты жауап ол жүректе. Сіздің өмірде не істеу керектігіңіз және сіздің нақты жолыңызды тек қана осы жүрек айта алады. Яғни жүрек чакраларымен жұмыс жасау керек,
сол ала қалса мен әйел және ақша деген курсты түсіргім келіп жүр. Қазір жаймен сценарийін бастап жатырмын. Сол жерде нақты осы чакралар туралы көп ақпарат айтқым келеді, иә. Қайсымен қалай жұмыс жасау керек, және сонымен қатар әр әйелдің өзінің чакрасында чакрасы қандай деңгейде екенін көруге болады, иә. Расчет арқылы. Мысалға, манипура чакрасы 50 болса, мысалға 40 болса, 30 болса, ол кішкене төмендеу, иә. 50 ол нормально. Мысалы 60, 70, 80 болса өте жақсы, яғни бұл кезде қалай онымен жұмыс жасау керек, иә. Және егерде жүрек чакрасы жабық болса, қалай жұмыс жасау керек. Сватхистана, иә, мысалға рухани чакра, осының барлығы туралы бір жақсы тамаша курс жасағым келіп жүр. Егер ол курс сізге актуальны болса, иә, Адия ханым, курсыңызды күтеміз деп жазып жіберіңіз. Сонда қанша адамға қызық екенін мен түсіну арқылы бір курста тез немесе баяу жасауымның әсері соған келеді. Сонымен тағы не айттық? Қорқыныш және ішкі тыныштық. Енді қараңыз, қорқыныш пен ішкі тыныштықтың арасында сіз егер ішкі тыныштықты таңдап, жүрек чакраңызды тыңдап, өзіңіздің жан дүниеңіздің не қалайтынын түсіне бастаған кезде, сізде өміріңізде барлық жағынан, барлық сфералар күшті болады. Ол денсаулық болсын, ақша жағы болсын, отбасы, ерлі-зайыптылар арасындағы қатынас, балаларыңызбен қарым-қатынас. Жалпы сіз өзіңізді өте жақсы түсіне бастайсыз, және сізге картаңызға не то что күнде 200 мың теңге, 500 мыңға дейін түсетін болады, иә. Айына 2 миллионнан 5 миллионға дейін, 10 миллионға дейін табуға мүмкіндіктер туа бастайды. Сондықтан да менің басты міндетім ол сіздерге осы біліммен бөлісу. Неге сіздер осындай нәрселерге қол жеткізе алмай жатсыздар, сол туралы сіздерге түсіндіріп айту. Енді қараңыздар, осы айтылған 4-5 факторлардың барлығын жазып алыңыздар, жаңағы техниканы жасап көріңіздер. Сол техника жұмыс жасау үшін шын мәнінде өте көп еңбек жасау керек. Әрине көбісі ойлайды ғой, мысалға заголовокты енді айқайлатып қоямын ғой мен, содан кейін бәрі кіре қалады, волшебный бір палочка тапқысы келеді. Әрине так не бывает, иә. Өйткені адам бір нәрсеге қол жеткізу үшін оған еңбек керек, оған уақыт керек, оған шыдамдылық керек. Және менің ең түсінгенім қазіргі кезде көп адамдарға шыдамдылық жетпейді. Олар тез жасағысы келеді, бірақ тез деген нәрсе ақшамен вообще не работает. И вообще әйел адамға тез деген нәрсе жараспайды. Жалпы адамзатқа жараспайды, әсіресе әйелге. Осылай дұрыс болады айтсам. Өйткені біз тез деген сөзді қолданған кезде біз асығамыз, бізде сабырсыздық болады, иә. Ал Алла тағала ондайды құрметтемейді, және ондай мүмкіндіктер сізге бермейді. Сондықтан да асықпаңыз. Ең әуелі осы күннің маңыздылығын түсініңіз. Осы күніңіздің сәтті өтуіне көп мән беріңіз, иә. Сонымен қатар қараңыздар, аффирмация, мен енді жаңа айттым ғой, жаңа техника жұмыс істеу үшін жаңағы біз тамаша аффирмация айттық, иә, сіздермен жақсы ниет білдірдік. Егер де сіз осындай тағы да көптеген аффирмациялармен танысқыңыз келсе, менің авторлық ұлы байлық маған ағылып келуде атты кішігірім кітапшамды алсаңыздар болады. Ол көп болса бір 10 беттен тұрады, иә. Бірақ өте құнды ақпараттардан құралған. Өйткені мен осы аффирмация тақырыбын көп зерттеу арқылы қайсы өте маңызды, қайсы жақсы, соларды таңдап іріктеп, сонымен қатар өзім медитация жасағанда маған келген ақпараттармен бөлістім. Өйткені мен соңғы кездері түсінген бір нәрсем, мен медитация көп жасаған сайын маған өте күшті ақпараттар келе бастады. Даже консультация келген адамдарды мен уже считываю. Маған даже, знаете, маған даже техника, диагностика даже уже как будто керек болмай қалды. Мен уже нақты сізге де осылай деп айтылатын болдым. Өйткені мен бір қалай айтам, бір бойымда бір эзотерический каналдар ашылып кетті ма, уже адамды жақсы сезетін болдым. Сондықтан бастапқы уақытта мен консультацияны логикамен көп өткізетінмін, иә. Ал қазір мен көбінесе осы жүрек чакрасын ашқалы бері, өзімді естігелі бері адамдардың проблемасын тез түсініп, нақты қалай көмектесу керектігін түсінетін болдым. Сондықтан да міндетті түрде консультацияға келсеңіздер болады. Сонымен қатар трансформациялық ойым бар, әйел және ақша кітапшасы бар, және ақша потогын ашудың 8 амалы атты кітапша бар. Барлығы кішігірім кітапша, өйткені сіздер мен оқырмандарым бұрыннан болсаңыздар білесіздер, мен видеоны да ұзақ түсіргендігін жақсы көрмеймін, кітаптың да ұзақ болғанын жақсы көрмеймін, бірақ енді болашақта бір жақсы бір ауқымды кітап жазам ба деген мақсат, арман бар әрине, бірақ Алла қаласа қай күні туатыны, қай күні пайда болатынын білмеймін. Өзі бір күні туар, Алла қаласа, иә. Сондықтан да
егерде осы услугалар бойынша консультация, кітап, медитация, курс бойынша ақпарат керек болса, онда осы WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Сонымен қатар, егер менің каналымнан шын мәнінде сіз күнде бір маңызды ақпарат алып жатсаңыз, сізге ол өміріңізде көмектесіп жатса, сізді іштей тыныштандырып жатса, сіз каналға алғыс ретінде қаржылай жаңағыдай алғыс білдірсеңіз болады. Я астында ссылка бар описаниеда. Сол жерде өзіңізге ыңғайлы сомаңызды тастап жіберсеңіз болады. Бұл каналдың дамуына үлкен әсер етеді. Яғни ол 500 мың, 1000 теңге, 5 мың, 10 мың, 20 мың болуы мүмкін. Осы күнге дейін ең көп маған алғыс ретінде тастаған сома 20 мың теңге болды. Оның арасында 5-10 мың теңге жүрді, но в основном 1000-2000 теңгенің арасында қыздар алғыс ретінде салып жатыр. Сондықтан да маған алғыс каналыма салып жүрген барлық оқырмандарыма үлкен рахмет. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Өйткені мен шын мәнінде бір видеоны жазып шығару үшін өте көп уақытымды сценарийге, одан кейін оны жазуға, яғни идеяның өзінің келуіне мен қаншама медитация жасаймын, мен ақпаратқа әлемге қандай ақпарат жіберуім керек деп көп уақыт медитация жасаймын. Сосын ол ақпаратты қағазға түсіремін, одан кейін оны сценарий жазамын, видео түсіремін, монтаждаймын, оны жүктеймін, одан кейін оқырмандарымнан қаншама хаттар, алғыс хаттар алып жатамын. Сондықтан мен жалпы өміріме өте ризамын, сіздерге өте ризамын. Ал бүгінге осы, көріскенше күн жақсы.